Сәлем достар, сіздермен Сұлтан Фильмс. Бүгінгі видеода сіздерге мистикалық жанрдағы қызықты да шытырман оқиғаны ұсынатын боламыз. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк қалдырып кетейік, ендеше біз бастаймыз. Барлығы Мэтьюс отбасының саяхаттан басталды. Отбасын жіктей отырып таныстырсақ, әкесі Джим, анасы Табита және де балалары Джули мен Итан. Фургонмен келе жатқан олар тас жолға ұзыннан құлаған үлкен талмен жолықты. Басқа амал болмағандықтан Джим көлік рөлін кері бұрып, нәтижесінде бұлар айналма жол арқылы шағын қалашыққа кезігеді. Бағыттарынан жаңылысып қалған жанұя қаланы аралай жүріп жергілікті шерифпен жолығады. Онымен сөйлесе келе, тас жол арқылы жүрсеңдер басты трассаға түсесіңдер деген ақылын естіп, Джим айтқанын жасайды. Бірақ қаладағы қай тас жолмен жүрсең де ол сыртқа алып шықпай, керісінше бұларды қала ішінде айналдырып құрсандалтады. Жүйкелері жұқарған бұлар басқа соқпақ жолға түсіп, орман ішімен келе жатқаны сол-ақ еді. Қарсы бағыттан жылдам көлік кездесе қалды. Джим онымен соғыспаудың амалын жасап, көлікті бұрып қалды. Фургон қалың ағаштардың арасына енді де сол арада аударылды. Жеңіл көліктегі жас жігіттер ауруханаға жеткізілді, дегенмен де араларындағы Тоби есімдіні ауруханада жатқан жерінен жас қызы өлтірді. Мұнда қала тұрғындары мен дәрігерлер келді. Бойт пен Кристик Итанның аяқтан алған ауыр жарақатын есептей келе, оны уақытша көлік ішінде әкесімен қалдырайын деп шешті. Қалаға қарай бет алған көлік жолай жерге қойылған шегелі тұзақты басып апатқа ұшырайды. Кейін жүргізуші көлік ішіндегі Джейд, Джули, Табиталарды өзімен бірге қауіпсіз деп атаған үйге алып кетті. Онда бұларды бейбіт қабылдамаса да, шелектеп қойған жаңбырдан қашқан біздің кейіпкерлер үйдің бір бұрышынан орын тапты. Бойт пен Кристик аударылған фургон ішіндегі Джейми мен Итанге келді. Джейми оларға фургонның сыртында бейтаныс адамдардың жүргенін жеткізді. Келесі кадрда бір сәтте біздің кейіпкерлер болып жатқан оқиғаларды баяндайды. Сөйтсе бұл қаладан шығудың еш амалы жоқ екен. Мұндағы тұрғындардың барлығы кезінде байқамай қалаға кіріп, кейін шыға алмай қалған. Кей адамдар тіпті монстрға айналып кеткен. Тұрғындардың айтуы бойынша Виктор есімді жігіт қана қашып үлгерген екен. Кадр ауруханаға ауысты. Монстрлар есікті теуіп ашып, мұндағы еңбектеген баладан еңкейген Кеннидің қария әкесіне дейін өлтіреді. Таң атқан шақта есінен ауысқан монстр адамдар жоқ болды. Түнгі сұмдықтан аман шыққан адамдар болса, бір-бірімен қауышқан күйі қуанып жатты. Фургоннан оралған Джейми мен Итан да отбасымен қауышты. Джейми кешегі түнде есінен танып қалған Джейдпен әңгімелесу үстінде. Джейд жігіттің айтуынша қаланың еш сиқыры жоқ, бұл жай ғана адамдардың ұйымдастырып отырған квесті. Джейми мен Табита әке Хартимен жүр. Біздің екі кейіпкерімізге әке қаланы таныстырып, кейін бүгін кешке тұрғындар болып жиналып қай жақта орналасу керектігін таңдайтын болады дейді. Осы сәтте Джеймидің көзі басқа үйлерден оқшау тұрған төрт бұрышты қабырғалы үйге түсті. Әкейдің айтуынша мұнда қылмыс жасап тәртіп бұзғандарды жазалау үшін осы үйді пайдаланады екен. Мысалы түнде қылмыскерді сонда қамап тастайды деген секілді. Харти айтқандай тұрғындар арасында қай үйде кімнің тұратындығына байланысты таңдау жасау басталды. Кенет ортаға келген Джейд өзінің досы Тобиді іздеп шу шығарды. Сонда жиылған қауым оған досының ауруханада жатып өлгендігін естіртті. Кешкі уақытта барлығы үйді-үйге тарқасады. Винни өзінің үйіне Джейдті келіп орналастырды, ал Джейми бастаған отбасы өздерінің жаңа үйлеріне келіп заттарын қойды. Бұл уақытта қылмыспен ұсталған Фрэнк атты жігіт түнде қамауға алынып, ақыр аяғында монстрларға жем болады. Кадр бұрынғы шаққа ауысты. Бала Виктор таңертең тұрып көшеде самсап жатқан адам өліктерін көреді. Сонда Викторға анадайдан аппақ болып киім киген бала қол бұлғайды. Қазіргі сәтке оралсақ, ендігі қартайған Виктор бала Итанның салған суретінен сол бір ақ киген баланы байқайды. Ендігі Итан Виктордың жанынан бір елі қалмай оның шәкіртіне айналды. Қала тұрғындарына оралсақ, бірі Джейдпен бірлесіп картаны ақтарған күйі қашу амалын құрса, Джули анасымен ұрысып, өз кезегінде анасы Джимимен дауласады. Виктор Итанды орманға әкелді. Ол қолына ұстаған тасты кәрі ағаштың түбіне тастап еді. Лезде жаңағы тас аспаннан құлап түсті. Демек бұл қысқаша тілмен айтқанда телепорт. Баланың ата-анасы орманды аралап Итанды іздегенімен, Виктор әзірге баланы өзімен бірге саяхаттатты. Кейін Итанның бойындағы галлюцинация әсерінен бала жерге құлап тартылып қалатынды шығарды. Өз кезегінде мұндай ауру сары қыздың бойында да байқалды. Мұны Бойт алдағы уақытта халықтың жаппай абыржауына әкеп соғады деп есептесе, Виктор сәуегейлікке салып, жақын арада көп адамның өлімі болады деп қабырғаза бастайды. Джейд болса әлі де бостандыққа шығудан үмітін үзбеген. Жан-жақты амалдарын қарастырып та жүр. Кешкі уақытта Сара Кристикпен өз үйінде әңгіме құрды. Сара құрбысына барлық тұрғында босату үшін не іске барар едің деп сұрады. Сонда Кристик мен босап шыққым келмейді деп кесіп айтты. Сара өзінің ауруына Итанды кінәлі санап, шарасыз баланы ешкім жоқта өлтіруді шешті. Сол сәтте Натан атты жігіт келіп Сараға қарсы шықты. Екеуі арпалысып жатып, Сара байқаусызда Натанды өлтіріп алады. Кадр қараңғылықта байлаулы отырған Сараға ауысты. Шамасы оны қылмысы үшін осылай жазаласа керек. Харти әке қызға жақындап, діни ережелерді егжей-тегжейлі айта бастайды. Осылай біраз заң мен ережені айтып болған соң, Харти әке сенің жасаған қылмысың осындай деп сөзін түйіндейді. Кадр Бойт қалмаста. Кенниге келген ол мүмкін бойтұмарды іздеп орманға аттанамыз ба деп ұсыныс тастайды. Кенни оның сөзіне келіспей өлетін бала молаға қарай жүгіреді деп кетіп қалды. Айта кетсек, Бойттың айтқан бойтұмары аңыз бойынша қаланы қорғауға болатын, әрі монстрларды жолатпайтын құрал.
Сол күні Бойд Кенниге өзінің бойында ауру барын айтты. Джимми мен Джейд істен шыққан көліктердің құралдарын жинақтап байланыс ұстауға тырысуда. Дегенмен де қанша жерден Илон Маск болсаң да, мына аймақ нағыз тас ғасыр болғандықтан ешбір құрылғы жұмыс жасамайды. Джейд болса тіпті ауыша бастады. Қайта-қайта көзіне мылтығы бар солдат елестеп, орманда қашты. Ал Табеттаның іші пысқан секілді. Үйінің жертөлесінен жер қазып, мүмкін жердің астында бірдеңе бар болар дейді. Алайда әр істен пайда көргісі келетін Джимми осы қазған жердің өзін бірдеңеге жаратпақшы. Бүгін ғана радио құрылғы жасап, сыртқы әлеммен байланыспақ болып еді. Ол ісі жөнді болмаса да, Джимми алдағы уақытта үлкен станция жасап, барынша байланыс орнатпақ. Тіпті қазірдің өзінде қолына қалам алып сызбасын дайындап отыр. Келесі күні қала тұрғындары бір үйге жиналды. Бұл күн Фатима атты қыздың осында келгеніне 1 жыл толған күн. Бүгін мереке, барлығы қуанып тойлату үстінде. Сол сәттерде Кевин атты жігіт ақылынан алжасқандай сыртта тұрған монстр қызға алданып үй терезесін ашады. Кевин өзі өліп қана қоймай, оның ашқан терезесінен басқа да монстрлар кіреді. Солай үй ішінде нағыз соғыс басталды. Көптеген адам қаза тапты. Бұлардың ішінде біз танитын Фатима аман қалды десек болады. Келесі кадрда Бойд бастаған кейіпкерлер фургондарымен көшеге тоқтайды. Көлік ішінен біздің кейіпкерлер шығып үйге қарай жүгірді. Өкініштісі, әке Харти үлгермей монстрдың сояудай тырнағынан қаза тапты. Кадр Бойд отбасымен осы қалаға алғаш келген күнге ауысты. Сол күні бұлар монстрларға жем болар еді. Қайта Харти Бойдқа жөн сілтеп қауіпсіз жерге жасырды. Сол күндері Дон мен Харти Бойдқа бұл аймақтың сиқырлылығын әрі монстрларға толы екендігін айтып түсіндіреді. Ертесі күні Бойд бірден іске кірісіп, қашып шығу жолдарын қарастыра бастады. Басқалар мұны есінен адасты деп санаса да, өстіп жүріп Бойтымарды тауып алған еді. Дегенмен де оны орманға жасырып қалаға қайтып оралса, өз әйелі Эбби есінен адасып, айналасындағы адамдарды қарумен атып жатыр екен. Бойд қой десе де қоймаған Эбби ақыры барып өз ұлы Элисті атқалы жатқанда, Бойд қалтасынан қаруын шығарып оны атып түсірді. Кадр қазіргі уақытқа ауысты. Бойд Элис ұлын жақсы көріп, өз қамқорлығында алып жүр. Оның алдағы жоспары жанына саран алып, орманға Бойтымарды іздеуге шығу. Қалада тірі қалғандар жиналып, Джиммидің жоспары бойынша станция саламыз деп келісті. Орманға аттанған Сара мен Бойд іздегендерін тапты. Екеуінің сапарлары әрі қарай жалғасып, олар бөтелкелер ілінген талға келді. Осы сәтте Сараның ауруы қозып, қыз басын құшақтай кетті. Кенни бастаған тұрғындар жаппай күш жұмылдырып жұмысты бастады. Бірлік болған жерде тірлік болады десек те, бірқатар мәселелер туындады. Айта кетсек, станция салынса да оған жіберетін энергия керек. Бұл тұрғыда Джейд пен Джиммидің бастары қатып отырған еді. Оларға қытайлық әйел үйлерді пайдалансаңдар қайтеді деп ұсыныс тастады. Сара есін жиды. Қараса Бойдпен бірге шатыр ішінде жатыр екен. Бойд оған ағашта тұрған бір бөтелкені ашып көрсетеді. Оның ішінде өткен ғасырдан қалған хат бар екен. Сара болса есіне танған сәтте оған әйелдің дауысы сөйлеген. Дауыстың айтуы бойынша Бойдтың жоспары қате екен. Сол сәтте шатырға көрінбейтін күш шабуылдайды. Кенет айнала тып-тыныш болып, бір сәтте барлығы жарық болып кетті. Тұрғындар қуанышты, өйткені үйлерден энергия өндіру іске асты. Ал Элис болса Фатимаға ұсыныс жасап, екеуі үйленуге келісті. Орманда шатыр ішінде қалғандар көздерін ашса, көптеген өрмекші торының арасында екен. Бойд айналасындағы өрмекшілердің бар екендігін ұмытып, көзіне елестеген әйелі Эббиге қарап тұрып қалды. Сонда оны өрмекші шағып алды. Жігіт әлсіздік сезінсе де, Сара оны қанаттандырып, мақсатымызға жету керекпіз деді. Қала тұрғындарының арманы орындалды. Джимми байланыс рациясын қолына ұстап, алыстағы адаммен байланысқа шықты. Қызығы арғы жақтағы адам Джиммиге Табетта қазуды доғарсын деп бір ауыз сөз ғана айтады. Мұны естіп, Джимми үйге қарай жүгірді. Өйткен әйелі Табетта жертөлені қазып жатқан еді. Табетта қазып барып, үңгір секілді жерге құлады. Сонда жақтан Виктор келіп, бұлай қазба, өйткені монстрлар күнді жер астында ұйықтайды деп ескертеді. Сара мен Бойд болса мұнараға кез болды. Алайда олар мұнараға жете алмай, жарты жолда ақ киімді баланың нұсқауымен ағаштың ішіне кірді. Бұл жол оларды шахтаға алып келді. Фильмнің соңғы кадрында асхана алдына автобус келіп тоқтайды. Мүмкін бұл тұрғындарға келген жаңа қонақ болар. Осылайша фильм соңына жетті. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.